Сәлем достар. Күннің соңында аяқтарыңыз ісіп, жастық сияқты болып кететінінен шаршадыңыз ба? Мен сізді түсінемін. Аяқтың ісінуі, яғни ісік, өте жиі кездеседі. Бірақ ол ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Кейде тіпті денсаулыққа қатысты үлкен мәселенің белгісі болуы мүмкін. Сондықтан бүгін аяқтың ісінуін үйде қалай азайтуға болатын 11 оңай жолын қарастырайық. Біріншіден, аяқтарыңызды жоғары көтеріңіз. Оларды жүрек деңгейінен жоғары жастыққа 15-20 минутқа қойыңыз. Бұл артық сұйықтықтың ағуына көмектеседі. Келесі, ыңғайлы компрессиялық шылықтарды киіңіз. Олар аяқтарыңызды ақырын қысып, қан айналымын жақсартады. Көбірек су ішу біртүрлі естілуі мүмкін, бірақ суды жеткілікті мөлшерде ішу ағзаңыздан артық тұз бен сұйықтықты шығаруға көмектеседі. Тұз туралы айтқанда, тұзды тағамдарды азайтуға тырысыңыз. Олар ісінуді нашарлатуы мүмкін. Аздаған қозғалыс көп көмектеседі. Аяқ ұшымен көтерілу, тобықтарды айналдыру, немесе қысқа серуендеу сұйықтықтың жиналуын болдырмауға көмектеседі. Аяқтарыңызды салқын суға 10-15 минутқа салып қойыңыз. Бұл тыныштандырады және ісінуді азайтады. Немесе қан айналымын жақсарту үшін аяққа жұмсақ массаж жасап көріңіз. Егер сіз көп отырсаңыз, тұрып, керілу үшін үзіліс жасаңыз. Ал жатқан кезде аяқтарыңызды айқастырмаңыз. Петрушка шайы немесе бақ-бақ сияқты шөптік дәрілер көмектесуі мүмкін, бірақ әрқашан алдымен дәрігермен кеңесіңіз. Енді ескерту белгілеріне назар аударыңыз. Егер ісіну ауырсынумен, қызарумен, ыстықпен немесе ентігумен бірге жүрсе, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Аяқтарыңызға күтім жасаңыз, сонда олар сізге күтім жасайды. Қай кеңесті бірінші қолданатыныңызды пікірлерде айтыңыз.